Қайырлы күн, достар. Мен бүгін қалай егов приложениясының ішінде добровольно микрозаймнан кредиттен отказной толтыруға болатынын көрсетемін. Бұл әдісті қолданғаннан кейін сіз өзіңізде кредит ала алмайсыз, және сіздің атыңызға кредит алу мүмкін. Мошенниктарда кредит алмайды. Қараңыз, телефоныңызда егов приложениясы болу қажет. Егов приложениясын ашасыздар. Мен сіздерге қазір екі түрін көрсетемін. Яғни бірінші ол бізде былай ашсаңыз, өзіңіздің телефоныңыздағы егов приложениясын бірінші басты бет тұрады, главный. Сонан төмен түсе берсеңіз, қазіргі бұл популярный услугалардың бірі, міне добровольный отказ от оформления займа, то есть жаңа кредит займ, микрозайм, сондай нәрселерден добровольно өзіңіз отказ толтырып қоясыз. Осына басасыз. Сіз жаңағы еговта өзіңіз тіркелген болуыңыз қажет. Бірінші осыдан тіркеуден өтіп алу керек. Подача заявки на добровольный отказ от получения банковских займов микрокредит. То есть сіздің өзіңіздің атыңызға. Мына жерде сіздің аты жөніңіз шығады. Яғни кімнің атына отказ жасайсыз. Контактный телефон және астында почта жазуға қажет болады. Почта жазып болған соң отправить запрос дегенді басасыз. Содан соң перейти к подписанию. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Егер сіздерде бұл жаңағы баста бетте тұрмайтын болса, мен сізге басқа жерден қалай табуға болады. Яғни бірінші кірген кезде главный страницада добровольный отказ шықпасақ, басқа қай жерден іздеп табуға болатын туралы көрсететін боламын. Міне. Көріп тұрғаныңыздай, запрос обработан, яғни подписка на добровольный отказ от получения банковских займов микрокредит успешно оформлена деп шығады. Сол жерде көрсеңіздер болады. Енді қараңыздар, сіздерде мынау басты бетте жоқ делік. Мына жерде ашасыздар, сізде добровольный отказ жоқ. Бұны қалай табамыз? Мұнда астында қарасаңыздар, услуги деген иконкаға кіруге болады. Услуги деген иконканы басасыздар. Осы жерде бөлім-бөліммен көрініп тұрады. Осы жерде налоги и финансы дегенді басасыз. Сол жерде міне добровольный отказ, опять-таки от получения банковских займов. Дәл осылай басасыз. Жаңағыдай міне көріп тұрсаңыз, мен уже оформить етіп қойдым. Егер сізде атыңызда болмаса, ол үстіп шығып тұрады. Біреудің атына жасай алмайсыз. Көріп тұрғаныңыздай данныйлар ол уже көрініп тұрады. Бұл жер басылмайды. Жаңағы біреу ата-анаңызға, танысыңызға жасау үшін сол кісінің жаңағы еговына кіру қажет болады.